Бүгін біздер палас жуамыз. Ол үшін бірінші осылай киімімізді ауыстырып аламыз. Ол үшін бізге күйеуімнің футболкасы керек, және палас керек, шланга керек, және осындай порошок керек. Порошокты құйып алғаннан кейін чоткалап ысып шығамыз барлық жерде. Біз бұл жұмыстарды жылда абысын екеуміз жасайтынбыз. Абысыннан биыл 4 күнде, сондықтан бұл жұмыстарды мен жасай беретін боламын. Бүгін осылайша паластарды жууды бастап кеттім. Біздің үйде үлкен зал бар. Үлкен залда үлкен, ауыр, қалың, кір, 2 палас бар. Сол паласты күйеуіме жуышы десем, жуыспаймын дейді. Онда коврик жуатын жерге беріп бер десем, мен коврик жуатын жерге сенің паласыңды беруім үшін сен 6000 подписчик жинауың керек. 6000 подписчик жинамасаң, мына жерге жайып берем, өз қолыммен жуасың дейді. Енді маған сіздердің қолдауларыңыз қатты керек болып тұр. Мен палас жумасын десеңіздер, маған подписка жасап, лайк басып кетіңіздерші. Сөйтіп барлық жерін щеткалап болған соң, шлангамен суды суғарып алғаннан кейін, осындай шлаврамен ысырып тастадым суын. Ал сіздер паластарыңызды өздеріңіз жуасыздар ма, әлде коврик жуатын жерге бересіздер ме? Қазіргі заманда палас жуатындар жоқ сірә. Сіздерге ауылдың тыныс-тіршілігі, ауылдағы жағдайлар қызық болса, маған тіркеліп алыңыздар. Одан кейін жұмыстағы күйеуіме звондап, палас жуып жатырмын десем, ойбай, мынау кімнің пысық әйелі, менің әйелім осы пысық деп мақтап қойып, ана пысық сөзіне, мақтап қойған сөзіне алданып қалып, мына екінші дорожканы да жуып тастағансың ғой. Бұл дорожка бізде прихожкада тұрған, бұл жерде итбай чортпай боқсыдық барлығы бар, және де үйде біртүрлі адамдар бар, аяқ шешетін басқа жер тұрса да, аяғын осының үстіне шешетін адамдар да бар біздің үйде. Сіздерде де сондай адамдар бар ма? Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.